Құрметті ағайын, 2024 жылдың 12 тамызы күні өтетін Құран жаттап, Құранды жүрегіне сақтаған бауырларымыздың құрметіне арналған салтанатты шараға шақырамыз. Шара Шығыс Қазақстан облыстық Халифа Алтай атындағы мешітте шәкіртіміздің бата алу рәсімі және Гранд Сарай мейрамханасында арнайы жамағатымыздың жайған дастарханы. 13 жасында Құран жаттаған, 15 жасында Құранды тарауих намазында облыстық бас мешітте хатым еткен Ибрахим жүрегін исламға ашқан. Шығыс Қазақстан облысы көлемінде тұңғыш Құран жаттап, тарауих намазында хатым еткен Абдурахман шәкіртіміздің қуанышымен бөлісіп, жамағатымыздың арнайы жайған дастарханның төрінен сіздерді көруді Алла нәсіп етсін. Құрметпен, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Шығыс Қазақстан облыстық өкілдігі. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يا رحمن يا الله осыған Құран сабағын осы дүниеден өткен артындағы ұрпақтары жоқ барлық аруақтарын рұқсатымен ақсы және арнайы Мәлікұлы Қазбек, Нұрғали Қазашарбан, Сағатұлы Мөрдібай, Қабдолқызы Мамыр, Мөрдібайұлы Қасенбек, Абықанұлы Асан, Ерабын осы аталған және аталмай қалған аруақтарының шәрифіне бағыштадың. Ерабын олардың осы дүниеде пендешілікпенен біліп білмей істеген қандай да бір қателіктер болса, мейірімділігімен, жұмсақтығымен кеше көр. Ей Алла, өзіңнен болатын ақиретпен оларды пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға жәннәти фирдауста болуын нәсіп ете көр. Ей Рахман, ей Алла, елімізге, жерімізге, халқымызға тыныштығын бере көр. Ей Алла, ислам дініне күш қуат бер. Ей Рахман, осы Құран жаттаған екі баламызға, ей Алла, өзің денсаулық бер. Осы жаттаған Құрандарына амал болуын нәсіп ете көр. Ей Рахман, осы екі баламызға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мінез-құлқын бере көр. Кішіпейілікті бер, ей Раббым. Ей Алла, тәкаппарлықты берме. Ей Рахман, осы екі баламыз ислам ғылымдарының барлығын меңгерген үлкен ғалымдардан болуын нәсіп ете көр. Ей Раббым, дінге, елімізге, халқымызға қызмет етуін нәсіп ете көр, ей Раббым. Руббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан. Амин. Аллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірім рахым Алланың атымен мына жиынға жиналған барлық жамағат, қауым, үлкен кіші және мына діндегі біздерге өнеге көрсетіп, қари хафиздер шығарып жатқан осы үлкен жерде отырған халқымыз мақтанатын азаматтардың аты жөнін бәрін тізсек бірталай адамдар. Солардың ішінде енді мына Ербол ұстазға мына екі қариды осы жерде тәрбиелеп шығарып, орталарыңызға шығарып отыруының өзі үлкен үлгі. Енді осындай бастама үнемі тоқтаусыз бола берсін. Барлықтарды жанұяларыңыздан қари, хафиздер шықсын. Бәріміздің тілегіміз бір болсын, халқымыз аман, еліміз тыныштықта болсын. Енді өлі разы болмай, тірі байымайды дейді ғой. Алла Тағаланың өзінің айтқан, жеткізген барлық қағидаларында да айтылған. Егер сіздер жиынға жиналып, мен туралы бір де еске алмасаңыздар, ол былай айтқанда арам қатып есігінен тұрып бара жатқан адамның қанындай дейді. Енді біз сол үшін мына өзіміздің Ерсін Әміре қаридан өзім өтті бір
Құран оқып берсе деп тілеймін, сұраймын. Былайша айтқанда енді уақыттарыңыз қалса кешірім сұраймын. Содан кейін Ержан қажының батасын алсақ, ары қарай тағы да басқа ниетім бұл сөздер басқарады. Ал енді сіздердің алыстан ас шаршатып келген осы қадамдарыңызға гүл бітсін. Алла тағала осындай ұйымшылдықпен, бірлікпен үнемі қай жерде болса да жиналып, халқымыздың арасына шыққан барлық халыққа қызмет етіп жүрген азаматтардың мәртебесін көтере берейік. Осының бәрін ұйымдастырып жатқан осы жердегі барлық жасы кіші үлкен ақса қариялар, жастардың бәріне Алла тағаланың нұры жаусын, берекет берсін сіздерге. Аман болыңыздар, жақсы отырып, жақсы демалыңыздар. Балаларымыз кешеден бері қари немереміздің тойын тойлап жатырмыз. Жан-жақтан келіп жатыр. Алла разы болсын. Соны жақтан ат шаршатып келіп біздің қуанышымызды бірге бөлісіп жатқан мұсылман қауымға үлкен рахмет. Аллахым енді бәрі жақсылық болсын, тіл көзден аман болсын. Жақсы отырыс болып, жақсы көңілмен адамдар аман есен үйлеріне жетсін. Барлығына рахмет. Барлығының балаларына осылық жұғысты болсын менің балаларым.